Саламатсыздар ма, менің тұрақты қолдаушыларым. Бүгін сіздерге өте керемет, жасалуы тез уақытта дайын болатын, өте дәмді тағамның жасалу барысымен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп кетсеңіздер, және де ұнаса лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар. Қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше тағамымыздың жасалуын бастаймыз. Бұл тағамды жасау үшін бізге ет қажет болады. Және де көкөністер қажет болады. Ең алдымен көкөністерімізді турап дайындап аламыз. Алдымен картошканы ірі етіп тураймын. Егер де тәтті асқабақпен жасасаңыздар, тағамдарыңыз өте әдемі, тәтті болып шығады. Асқабақты да дәл солай ірі етіп турап шығамыз. Мен сәбізбен, жуамен бір чеснок міндетті түрде барлық тағамға қосамын. Барлығын турап дайындап алдым, енді қуырып бастаймын. Қазанымызға керек мөлшердегі майды құйып аламыз. Мен осы жеткілікті. Қызғаннан кейін етімізді салып, қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Және осылай сотейникке май құйып алдым. Енді бұны картошка мен асқабақты бауырсақ сияқты қызартып қуырып алатын боламын осы майға. Ал етімізді салым. Қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Картошканы осылай қызып тұрған майға салып, қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Етіміздің әбден қуырылды, суы тарқады. Енді суы тарқаған уақытта бір араластырып, үстіне аздап тұз, кристалл тұзы және де сушеный кинзадан қосып жіберу керек. Сонда біздің қазан кебабымыз өте дәмді әрі ерекше дәм беріп тұрады кинза. Осылай иісі де керемет болып шығады. Бір араластырып жібереміз. Енді тағы да қызартып қуыра береміз етті. Енді үстіне жуамен бір чесногымызды қосып қуырамыз. Бұларды да сарғайтып қуыру керек. Мінекей картошка мен асқабақты осылай қызартып қуырып алдым. Енді осыны дайын болған ет пен жуанның үстіне салып бұқтыратын боламын. Аздап су қосып жіберсеңіздер болады. Сосын 40-45 минут аралығындағы баяу отта бұқтырып қоямыз. Пока араластырмаймыз. Картошканың үстіне аздап тұз қосып жібереміз. Бірінші суымызды құйып алдым. Енді үстіне тұз себемін. Отты баяулатып, баяу отта бұқтырып аламын. Мінекей тамағымыз дайын болды. Енді ақырындап ыдысымызға саламыз тарелкаға. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Өте керемет иісі дейтін енді. Мұрынды жаратын дәмді тамағымыз дайын болды. Бізге ас болсын, сіздермен болған мен Гүлжанар.
Сіздер де менің рецептіммен жасап, отбасыларыңызға тәтті тағам жасап, қуантып жүре беріңіздер.